Сәлем достар, сіздермен топ қазақ. Қорқынышты видеолар шаршаған шығарсыздар. Бүгін біз Google картадағы 10 ерекше жерлерді көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Аргентинадағы орман гитара. Педро Мартиннің әйелі 25 жасында қайтыс болады. Ол өзінің сүйіктісінің есімін ерекше түрде еске алуды жөн көреді. Мартин орманға гитара түрінде ағаштарды отырғыза бастады. Әрине ол нәтижесін жоғарыдан көргісі келді. Бірақ ол ұшақпен ұшуға қорқатынын айтады. Тек қана суреттен ғана көре алады. Әрине бұл мақтануға боларлық нағыз өнер туындысы. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай Дубай теңізге әлемнің картасын салған. Өйткені олар күннен күнге дамып келеді. Осылайша олар өздерін керемет көрсете алды. Тіпті осы аралда адамдар да тұрады екен. Google картасынан осы 5 бұрышты пентаграмманы көруге болады. Бұл Қазақстандағы Лисаков қаласы. Бұл жай ғана саябақ. Адамдар серуендеп, балалар ойнай алады. Саябақты отырғызу 100 алқаптан тұрады. Диаметрі 400 метр екен. Жалпы сіз бұл саябақты кім, не үшін салды деп ойлайтын шығарсыз. Бұл саябақ бастапқыда кеңес үкіметінің символы ретінде ойластырылған екен. Жалпы осы саябақты салуға қанша уақыт пен күш жұмсаған елестету қиын. Жоғалған пирамидалар. Бұл әлі күнге дейін сақталған ежелгі құрылымдардың бірі. Американдық ғалымдар тобы жер серігінен түсірілген инфрақызыл фотосуреттер бұрын белгісіз болған Египеттің 17 пирамидасын ашуға көмектесті. Бұл пирамидалар ғарыштан алынған инфрақызыл бейнелеу технологиясының арқасында табылған. Нәтижесінде 17 бірдей құрылым табылды. Google картасынан аспаннан осындай дөңгелектерді көруге болады. Бұл суреттер әлемнің көптеген ғалымдарын әлі күнге дейін таңғалдырады. Шөл далада бұл тас дөңгелектерді кім және не үшін жасағаны белгісіз. Бұл кескін қосымша карталардан алынған. Сіз Жапонияда орналасқан қабірдің жер серіктік суретін көре аласыз. Қабір мен жағалаудағы осы екі кескіннің ұқсастығы шамамен бірдей пішінге ие, немесе кездейсоқ болуы мүмкін. Йеллоустон ұлттық саябағында көптеген әдемі жерлер бар. Көріп отырғандарыңыздай түрлі түсті әдемі көрінеді. Ғарыш кемесі. Интернет қолданушысы Румыниядағы ғарыш кемесіне ұқсас нысанды табады. Адамдар сол жерге барып, зерттеу жүргізеді. Нәтижесінде ол нысан су мұнарасы екендігі анықталды. Атакама шөлінде орналасқан алып адам. Әлем біз ешқашан болжай алмайтын түрлі құпияларға толы. Бұл алып суреттің ұзындығы 86 метрге дейін жетеді. Бұл суретті кім салғаны және не үшін салғаны белгісіз. Сонымен достар, видеосы әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.